Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен Қырғызстанның сомымен ВМЗ сатып алып лепеге салатын боламыз. Енді қосылған, енді тіркелген адамдар болатын болса, ең бірінші осы жерде плюсик бар. Сол жерде кошелек қосасыздар. Біздер ВМЗ-ны қосамыз, басқасын қоспайсыздар. Осы ВМЗ-ны қосасыздар. Біз ВМЗ-мен жұмыс істейміз. Қосқаннан кейін настройкаға кіріп, аккаунттың ішіне кіресіздер, басқа жеріне кірмейсіздер. Формальный аттестат алу үшін данныйларыңызды енгізіп шығасыздар. Бірінші өзіңіздің суретіңізді қойып қоясыздар. Мобильный телефонмен кіресіздер, ол шығып тұрады. Емейлді жазасыздар, почтаны соңында жазасыздар. Өздеріңіздің удостоверениеңізді алды артын жібересіздер. Проверкадан өтеді, өткеннен кейін видео проверкаға жібересіздер. Видеоға түсіріп өздеріңізді удостоверениеңізді ұстап тұрып, соглашениені телефонда шығады, соны оқып жібересіздер. Бәрін болғаннан кейін өздеріңіздің иіндеріңіз шығады, формальный аттестат береді. Сол кезде ВМЗ сатып алып әліппеге саласыздар. Егер сіздер формальный аттестат алмасаңыздар да ВМЗ сатып ала аласыздар, бірақ әліппеге сала алмайсыздар. Сол үшін формальный аттестат керек. Ең бірінші біз пополнитті басамыз. Exchanger Money. Все варианты таңдайсыздар. Басқа жерлерін қоспайсыздар. Біріншісін таңдайсыздар. Біз ВМЗ сатып аламыз. ВМЗ тұрады. Кейін өздеріңізге керек валютаны таңдайсыздар. Сіздер қай жерде тұрасыздар, соны таңдай бересіздер. Осы жердегі бәрінен ВМЗ сатып алуға болады. Мен Қырғызстанның сомын таңдаймын. Кейін сіздерде мынау екі түрлі болуы мүмкін. Негізі осы удобный. Мына жерін бассаңыздар, отдельный болып шығады. Біреу болып шығады. Бір адамдікі біреу, екінші адамдікі, үшінші адамдікі болып шығады. Егер сіздерде осындай болып тұрған болса, көп адамда қазір сондай болып тұрады, мынаған ауыстырып алсаңыздар болады. Бұл басқа адамдардыкін рейтингін бәрін көру оңай болып саналады. Мысалы, көресіздер, бәрін бірден көрсеңіздер болады. Енді біз бұл жерге біріншісінде сатып аласыздар ВМЗ-ны, екіншісінде сатасыздар ВМЗ-ны. Біз қазір сатып алатын болғандықтан біріншісіне жазамыз. Сіздер суммасын жазасыздар. Қаласаңыздар, соммен алайын деп жатырмыз ғой, сомны жазсаңыздар болады, или ВМЗ қанша керек, соны жазсаңыздар болады. Мысалы, мен 100 деп жазам. Енді шығады. Кейін түсіндіріп кетейін. Мына екі түрлі болып тұр. Мысалы, 10 мен 470, ол дегеніміз 10 ВМЗ-дан 470-ке дейін алуға болады. Бұл многоразовая сделка деп айтылады. Бұл біреу ғана емес, осының ішіндегі қалаған сумманы ала берсеңіздер болады. Мысалы, осы 10 мен 470-ның ішіндегі 100 алсаңыз болады, 200, 300 қалаған сумманы ала бересіздер. Өздеріңізде қанша ақша бар, соны аласыздар. Кейін осыны жазғаннан кейін біріншісін алыңыздар, себебі біріншісі ең арзаны саналады. Міне, банк сіздеркіне келмейтін болса, екіншісін алсаңыздар болады. Рейтингі міне, рейтингтері, мынау банктер, мына курс. Ең арзан, ең төбеде тұрады, бірінші болып тұрады. Қанша сом аласыздар, ол адамға жібересіздер соны. Мысалы, мен біріншісін таңдаймын. Ең арзаны. Мен көріп шығасыздар.
рейтингін көресіздер. Ол адамның данныйлары болады. Биржадағы данныйсы 532 орында тұрады екен. Бұл жақсы дегені. Кейін көк түс болғандықтан, көк түс тез сізге сумманы отправка жасайды. Кейін подтверждение жасайтын болса, көк түсті болады. Мысалы 1 сағаттан ішінде істейтін болса. Оның сделкасы 1380 екен. Менімен әлі жұмыс істемеген екен, 0 деп шығады. Егер сіздермен жұмыс істеген болса, осы жерде сан тұрады. 27 айдан бері жұмыс істейді екен. 12 минутта отправка жасайды екен. Сізге ВМЗ-ны тастап береді. Подтверждениені 6 минутта істейді екен. Енді мына жерінде шықпай тұр деп көп адам айтып жатыр. Осы адамның данныйлары, банкінің визасы көрінбей тұр дейді. Ол үшін біз өзімізге керек сумманы жазамыз. Обновлениедан кейін қазір сондай сумма жазатын болғанбыз. Обновлениедан алдын өз шығып тұратын еді сатып алғанда. Енді подать встречную заявку дейсіздер. Содан кейін сіздерге шығады. Не көріңіздер. Не шығып тұр. Банковский картасын көшіресіздер, үстіне басып тұрсаңыздар. Копировать етіп өздеріңіздің банкіңізден жібересіздер. Кейін скриншот жасап аласыздар. Жасағаннан кейін осы жерінде подтвердить перевод деген бар. Соны басасыздар. Осы жеріне сіздер скриншотыңыздарды выбрать деп қойып, далее басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге өздеріңіздің WebMoney'дің өзіне осы жерге түседі ақша. ВМЗ болып түседі. Енді сіздерге ВМЗ түскеннен кейін сіздер Alipay'ге салсаңыздар болады. Түспестен бұрын сала алмайсыздар. Alipay'ге салу үшін пополнитті басасыздар. Exchange Money, все варианты таңдайсыздар. Біз 100 ВМЗ сатып алдық. Екіншісін таңдайсыздар. Соны енді Alipay'ге салатын боламыз. Alipay'ді таңдайсыздар. Мысалы WeChat Pay'ге де салсаңыздар болады, ол да бар. Кейінгі видеоларымды WeChat Pay'ге қалай салуды үйрететін боламын. Қазір Alipay'ге саламыз. ВМЗ-ны таңдайсыздар. Қателесіп кетпеңіздер. Alipay, ВМЗ, юан өзі шығады. Енді бізде покупка емес, продажаға түсеміз. Себебі біз ВМЗ-ны юанға сатып жатырмыз. Бізде 100 ВМЗ бар. Оны 100 деп жазбайсыздар. Себебі өзінің комиссиясы бар. Ақшаларыңыз жетпей қалуы мүмкін. 98 деп жазасыздар. Осы жерінде мынаны біріншісін алмайсыздар. Себебі 99-93 біздің комиссиямызға жетпей қалады. Екіншісін таңдаймыз. 98-де 21. Екіншісін таңдайсыздар. Бағанағы сияқты көріп шығасыздар. Данныйларын. Биржада қаншадан бері жұмыс істейді. Соларды бәрін көріп шығасыздар. 1315 екен рейтингі. 9495 адамға жіберген екен ақшасын. Юан жібереді. 26 айдан бері жұмыс істейді екен. 10 минутта отправка жасайды екен. 1 минутта подтверждение береді екен. Кейін сіздердің өздеріңіздің аккаунттарыңыз жазасыздар. Кейін аккаунттарыңыз верификациядан өткен болуы керек. Өтпей қалатын болса,
түспей қалады, резервте қалып кетеді. Оны өзім обучениемде айтатын боламын. Бұл жерге жазасыздар, дұрыс жазыңыздар. Өздеріңіздің кошелектарыңыз шығады, емейлда шығады. Кейін продать деп басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге 5 минут пен 1 сағаттың ішінде ақша түседі, ол Alipay'ге түседі. Оны Alipay'ден көресіздер, сообщение болып келеді. Осы адам сізге жіберді деп шығады. Мына жерінде бар. Осы жерінде сообщение болып келеді сіздерге. Баланс арқылы қанша түскенін көріп отырасыздар. Баланс деген жер бар, сол жерден көресіздер. Егер сіздерге түспей қалатын, резервте қалып кететін болса, сіздер верификациядан өтулеріңіз керек. Верификация дегеніміз ол Alipay'ге регистрация жасағанда удостоверение бәрін жібергеннен кейін өздеріңіздің бетіңізді түсіреді, видеоға түсіреді. Әркімге әртүрлі айтады. Мысалы, біреулерге бетіңізді алдыңызға еңкейіңіз, сондай деп, бір жаққа қараңыз, оң жаққа, сол жаққа қараңыз деп әртүрлі айтады. Әркімде әртүрлі өтеді ол. Біреулерде сұрамауы да мүмкін. Ол телефонына байланысты. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.